Адал еңбек еткен адамның табысы да мол болады. Адал жолмен келген табыс шынайы қуаныш. Әр азаматтың қоғам алдындағы борышы адал еңбек ету. Кейде бір сәттік пайда үшін өтірік айтуға, жеңіл жолды таңдауға азғыратын жағдайлар болады. Осындай кезде адамды дұрыс жолға не бағыттайды деп ойлайсыздар? Біз неге адалдық туралы жиі айтамыз? Ол неге маңызды? Осы сұрақтардың жауабын ашық алаңда талқылайтын боламыз. Армысыздар, құрметті оқушылар және сарапшылар. Бүгін біздер адал азамат, адал еңбек, адал табыс тақырыбында пікірлерімізбен бөлісетін боламыз. Бүгінгі шарамыздың мақсаты адал еңбек пен әділдік адамды биікке шығарады демекші, балаларға еңбек қауіпсіздігі мен құқықтары мен міндеттерін түсіндіру, еңбек қауіпсіздігінің маңыздылығын үйрету. Осы тақырып аясында алдарыңыздағы экранда адалдық, еңбек және жауапкершілік, құқық, қауіпсіздік атты жағдаяттық тапсырмалар берілген. Осы әрбір ұяшықты ашып, өз ойымызбен, пікірімізбен алмасатын боламыз. Бүгінгі сарапшылармен таныс болайық. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Танбаева Лаура Аронқызы. Полиция майоры Құрманиязов Әлібек. Ата-ана Алмағамбетова Гүлшат Тілекқабылқызы. Және өзін-өзі басқару ұйымының президенті Сарым Саян. Келесі жағдаяттық тапсырма бұл құқық. Жанел 13 сынып оқушысы отбасына көмектесу үшін түнде кафеде жұмыс жасайды. Сол себепті сабақ үлгерімі төмендеп кетті. Жанелдің түнгі уақытта жұмыс жасауы қаншалықты заңды? Менің ойымша, Жанел күндізгі уақытта немесе демалыс уақытында жұмыс жасауы дұрыс деп ойлаймын. Мен Жанелді толықтай түсінемін, себебі ол ата-анасына көмектескісі келеді. Енді осы орайда сарапшылардың ойын тыңдап өтсек. Қазақстан Республикасының еңбек заңымен және әкімшілік кодексімен 16 жасқа толмаған балаларға тыйым салынады жұмыс істеуге. Ал ендеше оқушылар, сіздерге практикалық тапсырма. Алдарыңызда бүгінгі тақырыпқа орай адасқан сөздер берілген, соны орындарына қойып орналастыруға қажет сіздерге. Сонымен бүгінгі шарамызды қорытындылайтын болсақ, тек қана адал еңбекпен табылған жағдайда ғана адам жетістікке жететінін түсіндік балалар. Енді осы шарамызды ұлы хакім Абайдың сөзімен аяқтасақ. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап қосқа күліге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам.